Барлықтарыңызға қайырлы күн, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен осындай әдемі әрі дәмді печеньенің рецептімен бөлсем, каналыма тіркеліп лайк басып қолдау білдіріңіздер. Ең бірінші бізге бөлме температурасындағы жұмсақ сары май қажет. Үстінен сұйық май және қант ұнтағын қосып, жақсылап бір келкі масса болғанша араластырып аламыз. Егер сары май холодильниктен шыққан болса, микроволновкада кішкене жылытып алсаңыздар болады. Осы массамызға кокос ұнтағын және крахмал қосып араластырамыз. Осы массамыздың үстінен ұнымызды қосып, жақсылап жұмсақ қамыр илейміз. Міне біздің қамырымыз дайын, жұмсақ, қолға жабыспайтын қамыр шықты. Печеньенің формасын домалақ формада 20 граммнан өлшеп, осылай тізіп шығамыз. Комментарийге сұрақтарыңыз болса, немесе қандай рецепт көргілеріңіз келеді, жазып қалдырсаңыздар болады. Духовканы алдын ала 170 градусқа қыздырып қойыңыздар. Печенье 15-20 минутта дайын болады. Міне бізде печенье дайын. Осы дайын печеньелерімізді еріген ақ шоколадымыздың үстіне матырамыз және кокосовый стружкаға аунатамыз. Печеньеміз дайын. Жасап көруге кеңес беремін. Әдемі әрі өте дәмді, жұмсақ болып шықты. Ақ шоколадты еріткен кезде үстінен бір үлкен қасық сұйық май қоссаңыздар болады. Міне печеньелеріміз дайын, астарыңыз дәмді болсын. Каналыма тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар.